классымызда 8 бала болып Биболсынның үй жағына қашып кететін кез сабақтан 2 бала балшыққа құлап киім ауыстырамыз деп Жәнікке апай шақырып қалып қораға кірсек те қызық сәт болды. Мен 9-да мен естен кетпейтін сәтім 9-шы А класс менің туған күніме келіп туған күнімді құттықтаған кез. Сол кезде біздің класста Бекзат екеуміз туғанымыз бір күнде, сол кезде Бекзатқа түнде барып, одан кейін келесі күні апай дейтін ұрсып неге үнжуге бармайсыңдар деп, содан кейін кешке үйде отырсам келеміз деп айтты, содан кейін бәрі құттықтап келді туған күнімді. Біздің Дәмеке апаймен естен кетпес өткен шағымыз ол 7-ші класста облыстық сайысқа бірге дайындалып қойылым қойып, содан 3-ші орын жүлдесін алған кезіміз. Дәмеке апаймен өткен ең қызықты сәттердің бірі естен кетпейтін Талқылайық оқырмандар клубының 1 жыл болған кезде концерттерін жасырған болатынбыз. Сол естен кетпейтін сәт класс болып 7-ші класста бірге кинорумға бардық. Өте күшті естелік болды, сол кез қатты есіме қалып қойды. Бізде апаймен естен кетпейтін сәт осы 9-шы сыныпта зимний бал болды, қысқы бал. Қысқы балға бірге дайындалып, сол қысқы балдан 1-ші орын алғанбыз. Апаймен өте көп естен кетпейтін сәттер болды. Оның бәрін айтатын болсақ, бұл видеоға сыймайды. Мен естен кетпейтін сәтім ол Дәмеке апаймен 7-ші класста дебатқа барған кез. Сол онша дайындап та түбін пазор шығарып келдім. Мені Дәмеке апай жарыстан келген кезде сыныппен күтіп алған кез. Үздігім. Телефондарын жинаңдар. Осы Олжастан басқа әдебиетті оқитын адам жоқ дейді ғой маған. Сабақ басталды, отырамыз. Биболсын! Бақыр жүреді. Оташ батыр дейді ғой. Сол дабың шалыздарын дейді, қатты шулаған кезде, ал былай кезде тұңғыштарын дейді. Не үшін кешігіп келдің? Мерей, сен өмір соңында қаласың. ТЖБ-да да, тестте де бәрінде. Ақылды. Қолдаушымыз. Парасатты. 8 қырлы бір сырлы деймін бә. Әділ. Керемет. Әлемнің 8-ші кереметі. Біздің апай өте пысық. Типа класстың решаласы ол. Қанша косяк кәрдік, содан шығарып алды. Мен Дәмеке апайдың алдында ешқашан кінәлі болмағам. Кінәлі сезінген кез, класс болып ренжісіп алған кез. Бірақ бізде ондай жағдайлар көп болды. Біз апайды көп ренжіткеніміз, бұл біздің кінәміз болды. Қояды. Жетеді. Қашан? Мысалы. Оны айта алмаймын мен. Жетеді. 8-ші класста бір күнде 3-ші күні ма 6 сабақ болатын еді. Сол 6 сабақтың бірі өз сабағында қалған 5 сабақты түгелінде апайлар Дәмекен апайың шақырам деп шақырған. Бәріне сол кезде кәдімгідей класс болып өзіміз ұялып қалдық. 5 сабақта помню 5 рет келді классқа. Класста қыздармен проблема болып, кім екенін қойайын. Сол кезде апай мамаларға соғып, мама жиналысын жасайтын болып, сол кезде өзімізді қатты кінәлі сезіндік. Бірақ одан кейін барып апайдан кешірім сұрадық. Сол кезде қатты кінәлі сезіндім өзімді. Кемшілігімді көріп те кемшілігімді көрмейсіңдер. Дұрыс болсын, бұрыс болсын менің сөзімді тек сендер сөйлейсіңдер, сөнбейсіңдер. Өздеріңнен бақ пенен дәулет артылғанша, тілеймін мен дұғаларым қабыл болғанша. Құдайым менің кеудемнен жанымды алғанша, барымды алғанша, соңғы демім қалғанша. Бауырларым, жақындарым